таңыршы бауырымыз Қайрат Мәмбетовтің жаназасын шығардық. Дау болып жатыр. Осы күнге дейін батылдықтары жетіп қазаққа исламда жаназасы жоқ деп айта алмады. Қазақы салтпен, дәстүрмен, әдетпен, қазақы заңдылықтармен жаназа шығарып еді, дау жүріп жатыр. Ешқандай имам басқа діннің жолында жүрген адамдардың басына барып жаназа шығаруға тиісті емес. Қазақтар ішінде кришнаиттар да жүр, христиандар да жүр, зороастрийстер де жүр. Исламның әртүрлі бағыттары жүріп жатыр. Толып жүр. Исламның бағыттарының кейбіреуі адамды тез жерлеп жатыр. Исламның таза жолыменен жерлеу рәсімдерін өздерінше жасап жатыр. Бізде өмірден тәңірші зат жаназасын дұрыс шығарған жоқ, ол Құдайға барған жоқ деп. Біздің тәңірлік дүниетанымнан хабары жоқтар, шуылдап жатыр. Біз жарық дүниені таңдағандармыз деп айтып жатырмыз. Қазақ ұлты жарық дүниетанымын таңдағандар. Мен осы жолды таңдадым, мен тәңіршімін, қазақы жолменен өмір сүремін, қазағымның дүниетанымын құрметтеймін деп өткен тәңіршілер өмірден осы біз міндетті түрде оның жаназасын тәңірлік жолмен шығарамыз. Қазақтың құнды да құдіретті сөздерін пайдаланып отыр. Шын мәніне келетін болсаң, ақтық су беруде, адамды жуындыруда, ақтық сапарға шығарып салу рәсімдері жолағылардың бәрі тәңір дінінен. Ислам қазірдің өзінде тәңірлік кейбір жолдарды жауып жатыр. 3-ін өткізбейтін болды, 7-сін өткізбейтін болды, 40-ын өткіземіз дейді, 100-ін өткізбейді, асында ғана біз келуіміз керек дейді. 3 жыл шек қойғызбайды. Ол біздің қазақ дүниетаным түсініктері. Біз Қайраттың 3-інде де 7-сінде де болдық. Қазір мына жерде ролик жіберемін, соны көріп алыңыздар. О, тәңірлік Құдайым, марқұм елі жалайыр Мәметұлы Қайраттың аруағына осы Құран сөздерін арнайы түрде түсіріп бағыштадық. Ниетімізді қабыл етіп, аруағын тіктеп, ел жұрт бала шағасын есенет. Қазақтың төрт аналығын, мирасын, мұрасын, аманатын қызғыштай қорғаштап жүгіріп өттім. Енді бүгін 7-сі қабыл болсын. Кешегі жанымызда жүрген бейне алапаттылға тылсым дүниеде ғұмырға кетті. Сөйлей салудан оңай болып тұрған жоқ. Ауыр. Жамбас жерге тиді, одан кейін 3-ін өткіземіз. 3 деген сөзді ойлаймыз 3 күнде. 3 деген асылы, бірден кейін 3 басталды. Жолдың болысы басталды деген сөз. Бүгінгі күнді 7-сі дейді. 7 деген сөз емес, 7-сі бір жерге жетті. Баталар түсірілді, ықыластар айтылды, естеліктер ойға түсірілді, бағыштау Құран айтылды, балаларына жақсылық тілеп, алдынан жарылқасын деп шықтық. Ал енді 3-үне келетін болсақ, мына жерде мен айтқандай, 3 деген сөз 3-ші күн емес ол. Өмірден озған адамның тылсым дүниеге қарай сапарға кетіп бара жатқанда, артында жақсылық болды, жамандық болды, соны саралап отыратын жол. 7-сі жетеді бірдеңеге. Сол екеуді бұрын шежірешілеріміз отырып алып айтқан, мынандай жақсылықтар болып жатыр. Мына кісі өмірден өткенде 4 жылдың ортасында мынандай жамандықшылықтар болып кетті. Бүгін 7-сі жақсылап тұрып шырақ жағайық, 7 нанын қояйық, кешке таман кейбір болып жатқан істерге кешірім сұрап қиюға тырысайық. Содан кейін 40-ы отрез деген сөз, кесіп тастау деген сөз. Рәсімдерді жасап, жораларды жасап, Құдай малын беріп отырып, болған жамандықты жоққа тырыстырып, жақсылықты алағара жазытатын. 40-ы ол. Бұның барлығы ресторандарда, барларда жасалынбайды. Бұның барлығы үйде жасалынатын дүние. Ағайын туыстарымен, жақындарымен жасалынатын дүние. Содан кейін 100-і деген сөз 100 күн емес, 100-ін көрсетеді. Егер аруақ болып тіктелген, жақсылықтан ғана өмірі тұрған, мына жарық дүниеде тұрған кезінде, өмірден озғанда да артында шаң-шұң жасап, өлімнен кейін өлім, жетімнен кейін жетім жасамаған адам болатын болса, 100-ін көрсетеді. Аруақ, ол материальный зат, ол клетка. Кейде ие болып көрінеді адам бейнесінде, кейде кие болып көрінеді жан-жануардың бейнесінде. Оны біз тіктеуіміз керек, жан-жануар болса, адам бейнесінде көрінетіндей қылып. Кейбір кінәлар үшін адам бейнесінде көрінделмей қалады. Соны қазақ кие дейді. Біздің небір адамдарымыз болған, батырларымыз, ақындарымыз, жырауларымыз болған, киесі болған. Иесі барлар да бар, адам болып келетін әруақтар. Одан кейін ас беріледі.
ас берілуге тұратын адам болса ас беріледі. Жарық дүниеде өмір сүріп жатқанда жақсылықтан тұрмаған болса істеген ісінің бәрі. Өмірден озғанда да артында қырсықпенен кесепат болып, өлімнен өлім, жітімнен жітім болып, төрт жұрттың ішінде быт-шыт болып жататын болса, ол адамға ас та берілмейді қазақтың. Тәңірлік қазақы дүние таным бойынша. Ас берілетіндер бар, ас берілмей қалатындар бар. Осыдан қорыққан ұлт болатынбыз. Өлімнің сәтінен қорыққан ұлт болатынбыз. Тылсым дүниедегі ғұмырға ұмтылған әруақтың артындағы жақсылықты зерделеп, жамандықты зерделеп отырып тұрып, содан шешім қабылдап өмір сүрген ұлт болатынбыз, қазақ деген. Одан кейін 3 жыл бойы шек қоясың. Енді бұл адамды сағынбаймын деп. Біз өмірден озған адамның ұрпағынан қайтып келетініне кәміл сенген кезде батыр ұлт болғанбыз, кемеңгер ұлт болғанбыз, жаңалықтар ашқан данада данышпан ұлт болған болатынбыз. Өмір бір-ақ рет беріледі, қамшының сабындай демеген ұлт болатынбыз. Өмірге қайтып келемін дегендіктен ұрпағымды керемет сыйлаған ұлт болатын. Ұрпағыма жанымды берген ұлт болатын. Сол ұрпақта мен өзім қайтып келемін өмірге деп. Ұрпағымды мен тудым, ұрпағым мені туады, өмір айналады деген ұлт болатын. Сол уақытта алтыннан киім киген ұлт болатынбыз. Қазір бәрі қысқа болып қалды, бәрі шорт кесілді. Қазақтың дүние танымын айтсаң, қазақ өзіңе бас салатын жағдайға жетті. Шуылдап жатыр. Ойбай біздің дінімізді құртты деп. Исламның бірде-бір имамы 100 жерден хираттан аяттары түсіріп тұрса да, қиямет қайымдағы мәшқарқынғы сұрақтан ешкімді құтқарып ала алмайды. Сондықтан олар жаназаға шықпайды, олар әссалият оқып, өмірден озған адамның парызын ғана өтеп береді, болды. Ешкім еш уақытта бірден жәннатқа немесе жаһаннамға кетпейді. Барзақ деген жер бар, сол жерде жатады исламның түсінігі бойынша. Біздің дүниетанымымыз бойынша өмірден озған адамның аруағы сенің жаныңда жүреді. Біз басқа дүниетаным бар ұлт болатынбыз. Қазір арысқой, арчыққыш бірдеңеге айналып кеттік. 10 адам бірдеңе айтса, 2000 адам оған қарсы тұрады. Қазақтың дүниетанымының бәрі де түкке тұрғысы деп. Тәңірші азаматтар қазір көп. Тәңіршімін деп жүргендер көп. Қандай жағдайда болсын, діндарларын басына тұрғызғызбаймыз. Неге десең, оның айтып кеткен аманаты, оның мойындап таңдаған жолы тәңірлік жол. Қазақы жол шын мәнінде. Қазақ дүниетанымды білдірумен келе жатырмыз. Орнына қояйын десең, шуылдап жатыр. Құртамыз, жоямыз. Ұлтты бөлшектердің дінімізді білдірдің деп. Ешкім еш нәрсені білдіріп жатқан жоқ. Сондықтан алтын қазағым менің. Алтыннан киім киген қазағым. Өзіңнің дүниетанымыңды қазақы дүниетаным деп есептейтін болсаң, қадірлейтін де қастерлейтін күн келді. Сау болыңдар.